Балалар пицца жегісі келгенде пиццаның қамырын илеп, ашығанын күткім келмеген жағдайда осы пиццаны жасап беремін. Кәдімгі пиццадан кем түспейді, өте дәмді шығады. Бұл пицца тез жасалатындықтан алдымен пешті 180 градусқа қосып қыздыра беріңіздер. Салмасы өз қалауыңыз. Маған осылай жасаған түрі көбірек ұнайды, әрі 20-30%-ға бургерге ұқсас шығады. Кішірек пиязды айшық етіп турап аламыз және маринадталған қиярды ұсақтап тураймыз. Айранға сұйық майды, жұмыртқаны салып араластырып қоямыз. Құрақ заттарды, ұнды, тұзды, қопсытқыш пен қантты араластырып, сұйық массамен біріктіреміз. Соусы үшін кетчупке кепкен сарымсақ пен орегононы қосамыз. Қамырды табаға құйып, жаймалап шығамыз. Көріп отырсаңыз, арнамды қолдап лайк басып қойыңыз. Осындай сәтті әрі оңай рецептермен бөлісіп тұрамын. Соусты кондитерлік пакетке құйып жағып шықтым. Сосын силикон қасықпен жаймаладым. Салмасына тартылған етті кішкене қуырып алып қосамыз. Үстінен шикі пиязды және үккіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Ең бетіне маринадталған қиярды салып, 25-30 минут шамасында 180 градуста қыздырылған пешке қоямыз. Мінекей пиццамыз пісті. Иісі мұрынды жарып барады. Салмасын дәл осылай жасап көріңіздерші. Айтып өткендей, аздап бургерге ұқсас болады.